Сағыныш Давлетованың баспанасындағы өрт оқиғасы бірінші мәрте болып тұрған жоқ. Үйінің ішіндегі пештің ескіріп бұзылуы және одан шыққан көмір қышқыл газына улануы да кезекті болған жағдайлардың бірі. Және осының кесірінен бірер жылдар бұрын өгей анасы да көз жұмған, үлкен қызының асқазанына күйік шалған. Тағдырдың тәлкегіне түскен бұл отбасы қазіргі таңда паналаған баспанасында өзі және екі қызы мен мүгедектігі бар өгей әкесімен тұрып жатқан еді. Енді ол да өртке оранды. Тасбөгет кентіне қарасты Сабалақ саяжайында кеше сағат 9:10 шамасында өрт оқиғасы тіркелген. Өртті оқшаулауға 8 қызметкер мен 2 техника жұмылдырылған. Қазіргі таңда бұл тұрғын үйде құжаттары, азық-түлік, киім-кешек барлығы толығымен өртеніп кеткен. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Абырой болғанда өртке оранар күні отбасымен үйінен шығып қонақтыққа кеткен екен. Қайда оралып келсе, үйінің терезесінен шыққан түтінін көрген Сағыныш Давлетова жауапты мамандарды шақырған. Оны ауыздықтауға арнайы техникалар мен 8 қызметкер жұмылдырылған. Үйден бір дана 27 литрлік газ баллоны жарылып, үй шатыры толығымен қирап, тек қабырғасы қалған. Енді өртке оранған құжаттарды қайта өңдеу және анасының атында қалған үйдің құқық меншігін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осыдан бір осы февраль айы болу керек, 5 жыл бұрын осыдан угар болып түскенбіз бала шағаммен. Одан кейін кешегі күні осы жылы февральдың басында тағы да угармен больницаға түстік. Сонымен кеше көрші үйге қонаққа кеткенбіз. От жағып кетсек, үйге келсек түтіндеп тұр екен. Сонымен пожарныйға звондадық. Нешелер шамасында болды? 10 шамасы. 10 болып қалады. Түнгі 10-ның кезінде. Құжаттарымыз, ешнәрсе. Осы қалай шықты, осы бір киіммен сонымен қалдық болды. 2013 жылы маған сатушы болып жұмысқа кірді. Өз тұрмыс жағдайын менен ұялып, жылдар бойы жасырып келді дейді қиын күнде жанынан табылып жүрген Лаура Нұрманова. Қолындағы барын аямаған жылы жүректі кәсіпкер бұл отбасының қиындыққа түскенін ести сала көмек қолын созған. Ол тұратын жағдайы өте төмен, өзі жетім қыз, негізінде 2 қызы бар, күйеуі жоқ, жалғызбасты ана. Жұмыс орны, тұрақты жұмыс орны жоқ. Біреудің үйін әктеп ақша табады, біреудің үйін краскілеп табады. Осы жерде біреудің үйін тамағын жасап беріп 35 мың теңге айлық алады. Үйінде ауру шал бағып отыр. Ол өзінің әкесі де емес, өгей әкесі шалды да. Оның бір көзі жоқ, документі құжаты жоқ, пенсияға да шықпаған, семейде болған кісі. Осы жағдай 4-ші рет қайталанып тұр. 4-ші рет. Біріншінде бұның өзінің мамасы дейміз ғой. Осы үйде угар алып өртеніп қайтыс болған 2013-терде. Одан кейін 2-ші угар болды, 3-ші угарда бұлар бала шағасы, 2-ші угарда кітті 2 баласымен больницада жатты бұлар. Қанша уақыт жатты, біраз уақыт жатты. Содан үлкен қызын асқазан бәрі күйіп қалған бұның үлкен қызының. Одан кеше тағы да болды, осы февральдің 10-ы ма, 11-і ма тағы угар болып больницада жатып шықты үйлерінен. Скорыйге алып кетіп больницада угардың шықты. Бұл 4-ші рет уже қайталанып тұрған. Әзірге өрттің неден шыққаны анықталып жатыр. 15 күн ішінде себептері белгілі болған соң қалалық әкімдік пен еріктілер бұл отбасыға қалай көмектесу жолдарын қарастыратын болады. Қазіргі уақытта әкімдік тарапынан жалдамалы үй мен азық-түлікпен қамтамасыз етті. Алдыңыздар Нағмет, Нұрдәулет Сәду, Серікбол Желдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.